Саламатсыңдар ма балалар? Отыра қойыңдар балалар. Балалар, бүгінгі көңіл күйлерің қандай? Жақсы. Күнге қараңызшы, күн қандай жарқырап шығыпты. Яғни бүгін де біздің жүзімізде осындай күлкімен сабағымызды өте көңілді жақсы бастайық. Жарайды ма? Жарайды. Ендеше балалар, қолымызға кітабымызды алып, ортаға шеңбер болып тұра қойыңдаршы. Ал балалар, менің қолымда қима қағаздар бар. Осы қима қағаздарда түрлі сөздер жазылған. Қазір осы сөздер арқылы топқа бөлінеміз. Егер мына қолыңа таңдаған қағазың кім не деген сұраққа жауап берсе, бірінші топқа отырамыз. Не істеді деген сұраққа жауап беретін болса, екінші топқа отырамыз. Ал енді қандай деген сұраққа жауап берсе, үшінші топқа, қанша деген сұраққа жауап берсе, төртінші топқа отырамыз. Ал олай болса, бір қима қағаздан таңдай қоямыз. Ал енді әрқайсымыз топқа бөлініп алдық. Топта барлығымыз дұрыс таңдадық па? Кәне бір-бір тексеріп шығайықшы. Ал, кәне, сеніңге Айден қандай сөз, қандай сұраққа жауап береді? Ақтөс кім деген сұраққа жауап береді. Азамат, сенде қандай сөз? Менікі Асқар деген сөз. Бұл сөз кім дегенге сұрақ қойылады. Сұраққа жауап береді. Келесі, Айлен. Жүгірді, не істеді? Өте жақсы, жарайсың. Келесі, Дарын, сенде қандай сөз? Кесті, не істеді? Жақсы, Жанерке, сенің сөзің қандай сұраққа жауап береді? Ұзын, қандай деген сұраққа жауап. Жақсы, Руана, сенің сөзіңді айта қой. Қандай? Өте жақсы, тамаша. Келесі, Нұржігіт, сенің сөзің? Үшінші, Не үшінші деген сұраққа жауап береді. Өте жақсы, Қасиет, жауап бере ғой. екі, қанша? Жақсы, өте жақсы, өз орнымызға талыптық. Олай болса балалар, жалпы сөз таптары дегеніміз не еді? Кәне кім айтады? Ал Руана, жауап бере ғой. Сөздердің мағынасына қарай бірнеше сөз таптарына бөлінеді. Ал балалар, қандай сөз таптарын білеміз? Кәне кім айтады? Альбина, айта ғой. Зат есім. Келесі, жақсы, Аслай. Сын есім. Келесі, Айлен. Етістік. Айғаным, сен жауап бере ғой. Сан есім. Жақсы, балалар, олай болса, сөз таптарын біледі екенбіз. Кәне, кім не деген сұраққа жауап беретін? Қай сөз табы? Зат есім. Жақсы, Айгүл, жақсы отыра ғой. Келесі, зат есім дегеніміз не? Жанерке, айта ғой. Зат есім заттардың атын білдіретін сөздерді зат есім деп атаймыз. Өте тамаша. Отыра ғой. Енді зат есімнің сұрағын кім айтады? Ақлеп. Зат есімге кім, кімде, не, неде деген сұрақ қойылады. Өте жақсы балалар. Зат есім туралы білдік. Келесі, етістіктің сұрақтары. Етістік не істеді деген сұраққа жауап беретін қай сөз табы? Етістік. Ал етістік дегеніміз не балалар? Қасиет, айта ғой.
нәрсе бар. Етістік дегеніміз заттың іс-әрекетін, іс-қимылын білдіретін сөздерді етістік деп атайды. Жақсы, отыра ғой. Етістікке қандай сұрақтар қойылады? Айбын, жауап бере қой. Етістік не істеді, не қылды, қайта деген сұрақтар қойылады. Жақсы. Келесі сөз табымыз қандай деген сұраққа жауап беретін қай сөз табы? Кәне кім айтады? Кім айтады? Кім айтады? Тұра ғой. Сын есім. Жақсы, тамаша. Олай болса балалар, сын есім дегеніміз не? Кәусар жауап бере ғой. Ол заттың түрін, түсін білдіретін сөздерді сын есім деп атайды. Жақсы, тамаша. Сын есімге қандай сұрақтар қойылады? Асай жауап бере ғой. Сын есімдерге қандай қай деген сұрақтар қойылады. Ал енді балалар, бүгінгі сабағымыз қанша деген сұраққа жауап беретін сөз табымен бүгін біз сендермен танысамыз. Олай болса балалар, бүгінгі жаңа тақырыбымыздың аты келесі сөз табы, ол сан есім. Балалар, олай болса жақсылап тұрып, зер салып тақтаға қараймыз. Тақтадағы қазір көрсетілімді жақсылап тыңдап көреміз. Саны жазылған. Жоғалтып алма, осы нөмірмен киіміңді аласың. Ал мынау біздің 2 билетіміз. 7-ші қатардың 23-ші, 24-ші орындарына отырамыз. 11-ге 15 минут қалыпты. Әлі уақытымыз бар. Сондықтан мен екеумізге 2 бабызда қалып келейін. Сен мені осы 1-ші қабатта күте тұр. Не деген көп санды, мен шатасып кеттім. Ата-ана, біз сандарды есеп шығаруда ғана емес, күнделікті өмірде де жиі қолданамыз. Қарашы. Ал мынау біздің 2 билетіміз. Ал балалар, сонымен бізде айналамызда сандар үнемі қолданыста болады екен, солай ма? Тыңдадық па, түсіндік па? Яғни біз кез келген жерде сандарды өмірде де қолдана алады екенбіз. Сонымен сан есім дегеніміз не екен? Зарды, санын білдіретін сөздерді сан есім дейді екенбіз. Сан есімдерге қанша, нешінші деген сұрақтар қойылады екен. Ал қане балалар, бәріміз сан есімге мысалдар келтіріп жіберейікші. Ал Азамат, 5, Нұрбақыт, Руана. Қара. Олай болса балалар, бүгінгі сабағымыздағы оқу мақсатымыз тыңдалған материалдар бойынша түсінбеген сөздерді белгілеу, мәтіннің мазмұны бойынша қойылған сұрақтарға жауап беру. Сөз таптарын, яғни зат есім, сын есім, сан есімдерді бір-бірінен ажырата білу. Яғни бүгінгі орындалатын тапсырмаларымыз осы мақсатқа жету барысында орындалады. Балалар, алда жазғы демалысымыз келе жатыр. Сендер саяхатқа шыққанды ұнатасыңдар ма? Қайда саяхатқа барғыларың келеді? Кәусар айта ғой. Менің Алматыға барғым келеді. Нұрасыл, сенің қайда саяхатқа барғың келеді? Ал мен тауға барғым келеді. Балалар, саяхатқа шықпас бұрын біз сендермен саяхат туралы, саяхат дегеніміз не? Саяхатқа шығу үшін не істейміз? Сол туралы біраз түсінік алайық. Ол үшін тақтаға жақсылап қарап, мына аудио жазбаны мұқият тыңдаймыз. Біз туристер саяхатта жүргенде демалып қана қоймайды, сындырмайды. Қайта табиғат зиянкестерімен күрес жүргізеді.
екінші, үшінші сынып бір күндік жолдарға шығады. Саяхатқа шығу туризм. Ал балалар, жаңа біз аудиодан жақсылап бір мәтінді тыңдадық. Енді сендердің барлықтарының алдында мынандай мәтіндер бар. Енді мәтінді өзіміз толықтай оқып шығамыз. Мәтінді толық түсініп па? Иә. Ал туризм дегеніміз не екен? Туризм дегеніміз саяхатқа шығу дегенді білдіреді. Өте жақсы. Ал балалар, саяхатшылар саяхатқа шыққан кезде не істеп жүреді? Саяхатшылар тек қана демалып қоймай, табиғат арасын зерттеп жүреді. Балалар, саяхатшылар неге табиғат жанашыры деп аталады? Қол көтереміз. Айғанша. Олар от жақпайды, жас шыбықтарды сындырмайды, ауаны ластамайды. Өте жақсы. Сонымен балалар, саяхатшылар жан-жақтарын жүрген жерлерін зерттеп, бақылап жүреді екен, табиғатқа жанашырлықпен қарайды екен. Солай ма? Ал енді балалар, қазір мен сендерге мынандай бірнеше тірек сөздерді беремін. Осы тірек сөздердің ішінен өздеріңе саяхатқа шығуға байланысты қатысты сөздерді алып, менің алғашқы саяхатым тақырыбында мәтін құрастырамыз. Осыларды алып, ретімен жинақтаймыз. Ал енді сөздерді жинақтала беріңдер. Жаңағы тірек сөздерімізді бәрін жинақтадық па? Сол бойынша мәтін құрадық па? Мәтінді балалар қазір сендермен мәтінді былай бағалаймыз. Егер мәтінде тірек сөздердің бәрін жақсы құрастырса, бәрін ретімен мәтінді жүйелі құраса, оны біз ұшақпен бағалаймыз. Ұшақ яғни өте жылдам көлік түрі, сондықтан да барлық талапқа сай болса ұшақпен бағалаймыз. Ал егер тірек сөздер толық қолданғанмен әңгімеміз жүйелі болмаса, онда оны біз пойызбен бағалаймыз. Егер бізде барлық тірек сөздерді қолданбай, тақырыптан ауытқып орындалған әңгімені біз жеңіл көлікпен бағалаймыз. Олай болса, тақтаға қараймыз, бағалау дескрипторы мынандай. Тірек сөздерді орынды қолдануы, тақырыпқа сай әңгімені құрастыру, әңгіменің құрылымының бөліктерін сақтау, әңгімені жүйелі баяндау. Міне осы дескриптор бойынша топтар бір-бірімізді бағалаймыз. Балалар, онда топтық жұмысымызды бітсек, мәтін құрап бітсек, қай топтан бастаймыз? Кім айтады? Кәусардан бастайық. Кәусардың тобы айтамыз. Кәусар. Біз екінші сынып оқушылары саяхатқа табиғат аясына шықтық, таза ауамен демалдық. Біз онда қызықты ойындармен ойнадық, тамақтандық және біз кетер кезімізде айналамызды тазалап кеттік. Жақсы, өте тамаша. Яғни бұлар өздерінің табиғат жанашыры екенін көрсете білді. Келесі қай топ орындаймыз? Азамат, айта ғой. Біз екінші сынып оқушылары табиғат аясына саяхатқа шықтық. Онда біз құстар мен гүлдердің кездестірдік. Біз көп түрлі қызықты спорттық ойындар ойнадық. Жақсы. Ағаштарды сындырып, гүлдерді жұлмадық. Табиғат
жанашырлықпен қарадық. Естелікке суретке түстік. Өте жақсы балалар. Міне көрдік пе? Олай болса балалар, топтардың құраған мәтіндерін тыңдадық. Енді топтар бір-бірін бағалайды. Кәне, қай топ бағалаймыз бір-бірімізді? Сұлтан, келе ғой. Маған бірінші топтың әңгімесі ұнады. Олар тақырыпқа сай әңгіме құрастырды. Кейбір тірек сөздерді ұмытып кеткен, сондықтан мен оларды пойызбен бағалаймын. Тамаша! Сұлтан өз ойын қалай бағалағанын айтып өтті. Келесі екінші топты кім бағалайды? Кім? Кім бағалайды? Дарын, айта ғой. Маған екінші топтың әңгімесі ұнады. Олар тірек сөздерді дұрыс қолданған, әңгімені жүйелі баяндап берді. Сондықтан мен оларды ұшақпен белгілеймін. Жақсы, яғни ұшақпен бағалаймын деп, екінші топты өте жақсы деп бағалады Дарын. Балалар, келесі тапсырмамыз. Біз мәтінді тыңдадық, оқыдық. Енді олай болса, Т кестесі әдісі арқылы мәтіндегі сөздерді, яғни зат есімдерді бірінші бағанға, сан есімдерді екінші бағанға тауып жазамыз. Мына берілген мәтін бойынша топпен орындаймыз. Балалар, топтар бітсе тапсырмамызды кәне бірінші топтан бастаймыз. Мына топтан кім орындайды? Айғаным. Зат есім, от, ағаш, туризм, саяхат, шыбы. Сан есімге 8-10-1. Жақсы, өте тамаша. Яғни бұлар мәтіндегі барлық зат есім мен сан есімді тауыпты. Келесі, екінші топ кім орындайды? Руана оқиды екен. Зат есімге ағаштар, зат есімге от, туризм, ағаштар, шыбықтар, ал сан есімге 8-10-2. Келесі, мына топтан кім жауап береді? Айған жай жауап бере ғой. Зат есімге саяхат, ағаш, туризм, шыбық, ал сан есімге 8-10-3. Деген сөздер қататкен. Өте тамаша. Жақсы. Келесі топтан кім жауап береді бізге? Амина жауап береді. Амина тыңдаймыз. Зат есімге ағаштар, саяхат, туризм, шыбық. Сан есімге 8-10-2. Жақсы, өте жақсы. Балалар, олай болса, бүгінгі біз мәтіннен саяхат туралы білдік ба? Білдік. Мәтіндегі сан есімдерді таба алдық ба? Зат есімдерді таба алдық ба? Яғни сөз таптарын бір-бірінен ажырата алдық. Келесі балалар, шаршадық ба? Олай болса, сәл сергіп ойын ойнап алайық. Ойынымыздың аты 10 сұрақ деп аталады. Мен қазір жақсылап тыңдап алыңдар. Ортаға бір оқушыны шығарамын да, оған бір оқушыны мынандай жасырынып тұрған суретті басына кидіремін. Сендер ол заттың көрген заттарының атын айтпай, ол заттыңға байланысты оның қимылын, іс-әрекетін, немесе түрін, төсін білдіретін сөздер айтасыңдар. Яғни мына жерде отырған бала өзінің басына қандай зат келгенін табу керек. Ойын түсінікті ме? Олай болса, кәне маған тақтаға бірінші топтан Нұржігіт келеді. Келе ғой, Нұржігіт. Отыра ғой. Ал Нұржігітке біз көрсетпей
мынандай затты басына кигіземіз. Кәне осыған байланысты сұрақтар қоямыз. Кәне, иә, Амина. Ол таңе ертеңінде оятады. Иә, ол таңертең бізді оятады дейді. Келесі. Сұлтан. Оның айдары бар. Оның айдары бар дейді. Тағы сұрақ қояды. Қанша? Олардың қауысына әртүрлі. Қауысындары әртүрлі тағы да. Оның қанаты бар. Оның қанаты бар. Оның құйрығы ұзын. Таптың ба? Не туралы айтылған? Ал, Нұржігіт, қандай зат туралы айтылғанын түсіндің бе? Түсіндің бе? Иә. Қандай зат деп ойлайсың сен дейді? Әтеш. Ал, олай болса алып көрсетейік. Неге? Әтеш. Жақсы. Бұл заттың атауы өте жақсы. Жасырынған затымызды кигіземіз. Екі өркеші бар. Оның екі өркеші бар. Оның мойны ұзын. Мойны ұзын. Сен қандай зат екен таптың ба? Иә, қандай зат екен? Түйе. Өте дұрыс. Айлен өзінің затын тапты. Келесі Нұрбаққа жасыратын зат атауымыз. Кәне, сұрақ қоямыз. Қасиет. Оның түрі әдемі. Қасиет. Оның түрі Әдемі. Жақсы келесі. Келесі. Кәне, Оның түсі қызыл. қызыл ғана болады. Қош болады. Айгүл. Ол қош иісті. Ол қош иісті. Оның жапырағы бар. Оның жапырақтары бар. Тағы да Азамат. Сабақтары бар. Сабақтары бар. Тахминан. Ол жерде. Баста. Қыздарға, аналарға сыйлаймыз. Жақсы, өте жақсы. Қандай сурет екен? Таптың ба? Таптың, қандай сурет екен? Раушан гүл. Раушан гүлі дейді. Дұрыс па балалар? Жарайды, өте жақсы. Ендігі тапсырмамыз, барлықтарымыз дәптерімізді ашып, бүгінгі күнтізбені жазамыз. 28 ақпан сынып жұмысы. Кәне, денемізді тік ұстаймыз. Күнтізбекті жазып болсақ, балалар, кітабымызға қараймыз да 24-ші тапсырма жаттығуды орындаймыз. Кәне, берілгені маған. Нұржігіт оқи қойшы, 24-ші жаттығудың берілгені оқимыз. Мәтінді тесте тұрмыс белгісін қойып көшіп жаз. Дұрыс. Астын сыз. Жақсы. Тапсырма түсінікті ме, балалар? Мына берілген жаттығуда ешқандай тыныс белгісі қойылмаған. Яғни сөйлемдердің соңына тыныс белгі қойылмаған. Балалар, ережені еске түсіріп жүрейікші. Сөйлем дегеніміз не еді? Кәне кім айтады? Сөйлем дегеніміз не? Айғанша айта ғой. Сөйлем дегеніміз не? Сөйлем аяқталған ойды білдіреді. Сөйлем соңына не нүкте, не сұрақ белгісі, не леп белгісі Өте тамаша, жақсы. Ал балалар, сөйлем нешеге бөлінеді? Кәне сөйлем түрлерін кім айтады? Қабарлы сөйлем. Келесі. Қасиет. Шыдаулы сөйлем. Айғаным. Етті сөйлем. Тамаша. Өте жақсы сөйлемнің. Дәптерімізге мәтінді көшіреміз. Жаттығуды соңына нүкте қоямыз. Кәне, бірінші сөйлемді маған кім оқып береді? Жәнеке, оқи қой. Саяхат адамдарды жақсы әрекетке баулиды. Нүкте. Жақсы. Нүкте қоямыз. Келесі екінші сөйлем. Сөйлемді кім оқиды? Айгүл. Ол қырықтарды жүруге үйретеді. Нүкте. Жақсы. Келесі сөйлем. Айғаным оқиды. Айғаным. Сондықтан бір күндік саяхатқа шығып тұрған дұрыс. Сөйлем аяқталды. Жақсы. Балалар.
тапсырма. Барлықтарының алдарына мынандай парақ берілді. Солай ма? Енді барлықтарының алдарына мен қазір мынандай конверт бердім. Бар ма конверттерің? Солардың ішінде көптеген қима қағаздар бар. Бұл жерде сөздер жазылған. Барлық сөз таптарына байланысты зат есім, сын есім, етістік, сан есімге жазылған сөздер бар. Сендерге тапсырма. Жұптарыңмен тек қана сан есімдерді алып, мына параққа жапсырамыз. Тапсырма түсінікті ма? Яғни жұптар бірлесіп жұмыс істейміз. Жұптарыңмен қалай? Татусыңдар ма? Кәне осыдан байқаймыз. Тапсырманы орындап болса, топтағы бір жұптар бір-бірімізге беріп тапсырманы тексереміз. Аяғы мен Есімханның жұбы, сендер мыналарға бересіңдер, сендер Амина ана жұбға бересіңдер, сендер мына жұбға. Ал бір-бірімізге алмастырамыз. Сөйтіп тексереміз. Сен қай жұпты тексердіңдер, дұрыс па екен? Кәне сөyle. Мен Айбын мен Сұлтанның тобын тексердім, олар толықтай орындаған. Жақсы, өте. Альбина, қай жұпты тексердіңдер? Айару мен Есімханның жұбы дұрыс орындады. Барлық сан есімдерді дұрыс тапқан ба? Иә. Дұрыс. Жақсы балалар. Яғни біз жұппен тапсырманы өте жақсы орындапты. Жарайсыңдар балалар. Біздің келесі тапсырмамыз ребус шешу. Мен қазір топтарға құрамында саны бар ребустар шеше беремін. Осы ребустардан сендер сандармен қосып сөз шығара отырып, оны келесі топқа сендер қимылмен көрсетеміз. Аузымызбен айтпаймыз, қимылмен көрсетеміз. Тапсырма түсінікті ме? Иә. Топтар дайын болсақ, онда бірінші топтан бастаймыз. Кәне қимылмен көрсетеміз. Кәне, бәріміз? Күшік, тұр, е? Күшік, дұрыс па балалар? Иә. Азау. Бұл ребустың шешуі күшік. Өте жақсы, дұрыс шешіпті. Келесі екінші топ. Иә, Ақбілек жауап бере қой. Бесік. Бесік, дұрыс па? Дұрыс, бұл ребустың жауабы бесік. Өте жақсы. Үшінші топтың ребусын көрейік. Тыңдаймыз. Аю, оның аты қонжық. Қонжық дейді. Дұрыс па? Иә, бұл ребустың жауабы қонжық. Өте жақсы. Келесі. Соңғы төртінші топтаны көрсетеміз. Айтады. Амина, айта ғой. Жүзік. Жүзік. Дұрыс па балалар? Иә. Бұл ребустың жауабы жүзік. Жақсы балалар. Барлықтарымыз ребусты дұрыс шешіп, оны дұрыс қимылмен көрсете білдіңдер. Жарайсыңдар балалар. Келесі тапсырмамыз эстафеталық ойын. Мұнда төрт түрлі сөз таптары берілген. Зат есім, сын есім, етістік, сан есім. Қазір сендер алдарыңа берілген стикерлерге осы сөз таптарына қатысты жеке-жеке оқушылар бір-бір
жазып тақтаға алып кеп білеміз. Содан кейін орнына ауысқан сөздерді әр сөз тақтарына ретімен орналастырамыз. Ойынның шарты түсінікті ме? Олай болса, бірінші топ сендер жеке записіне байланысты сөздер жазамыз. Келесі сендер жетістікке байланысты сөздер жазамыз. Сендер мына топ, үшінші топ бәрін сын есімге байланысты сөздер жазамыз. Ал төртінші топ сан есімге албастылық жазамыз. Кәне, орындап біткен бір келе береміз. Кәне, араластырып, әр жеріне мен жапсырып қояйын. Жақсы. Келесі топ береміз. Жылдар. Жақсы. Келесі топ. Жылдар. Жақсы. Кәне. Жақсы. Жылдамырақ. Кәне, аяғым. Енді мына жерде сөздер барлығы ауысып тұр. Әр топтан жылдам, ширақ тобының атын тез орындап беретін бір оқушыдан келеміз. Зат есімдерді жина, сенікі сын есім, даты сенікі жетістік, сенікі сан есім. Кәне кеттік. Әр жақтан жүгіріп аламыз. Дұрыс орналастырды ма? Кәне тексеріп көрейік. Кәне айбының сөздерін оқайықшы. Зат есімге ата, құмыра, орынды, құстар, әкелер, кітап. Дұрыс па? Келесі Айханшанікі сары, бие, ақ, көрікті, әдемі дейді. Дұрыс па? Жақсы. Кел отыра ғой. Ал Дарыныңке етістік. Секірді, ойнады, жүгірді, биледі. Дұрыс па? Келесі Амираныңке сан есім. 100, 6, 12, 15. Жақсы. Жарайсыңдар балалар. Міне, сөз таптары бір-біріне ажырата алады екенбіз. Балалар, біз жаңа тапсырмалар орындау арқылы бүгін сендердің сөз таптарларын бір-бірінен ажырата алатындарыңды білдік. Олай болса, қазір барлықтарының алдарында мынандай кемелер бердім. Түрлі кемелер берді. Солай ма? Қане өздеріне ұнаған кемелерді таңдай қойыңдаршы. Таңдадық ба? Қане көрсетеміз. Жақсы балалар, барлықтарыңыз осы кемелерімізді көтердік. Олай болса балалар, бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, сендер қолдарындағы кемелерімізді мынау тұрған білім теңізіне әкеліп жапсырамыз. Егер сендерге бүгінгі сабақ ұнаса, түсінікті болса, онда теңіздің ортасына апарып жапсырамыз. Ал егер сабақты толық түсінбесек, сендерде тапсырмаларды орындауда қиындықтар болса, онда теңіздің жағалауына, шетіне қарай әкелеміз. Ал егер тапсырма мүлде ұнамаған, қызықсыз болғандарымыз кемелерімізді жағалауға қалдырып қоямыз. Түсінікті ме? Олай болса кемелерімізді қайда орналастыратынымызды ойланып көрейік. Кәне балалар, кәне кемелерімізді жапсыратын қай жерге жапсыруымызды ойладық па? Ойластырдық па? Кәне, мұнда кім жапсырғысы келді? Кәне, Нұржігіт келе ғой. Я, кемемізді қайда жапсырасың? Мен кеменің ортасына жапсырдым. Неге кеменің ортасына жапсырдың теңіздің? Мен өйткені сабақтарды жақсы түсіндім. Және қиындықтарды жеңіп шықтым. Бәрі сан есімдерді білдім. Өте жақсы, дұрыс айтады, я екім Нұржігіт, яғни ол ортасына тұрғаны бүгінгі сабақтың бәрін түсіндірдім дейді. Ал келесі кім шығады?
сабақты жақсы түсініп, барлық қиындықтарды жеңіп шықтым. Сосын маған сабақ көңілді болып шықты. Жақсы. Өте ұнады ма саған бүгінгі сабақ? Иә. Үйрендік па? Сөз таптарын ажырата аламыз ба? Иә. Өте жақсы. Кәне, келесі аяғы келе ғой. Келесі аяғы дайындалып отырамыз. Неғып тұр? Мен бүгінгі сабақты жақсы сынып, бүкіл қиындықтардан жеңдім. Мен сан есімдерді ажырата аламын. Жақсы, яғни сен саяхат туралы бүгін түсіндің бе? Иә. Түсіндің. Сөз таптарын білдік па? Жақсы, өте жақсы. Яғни олай болса балалар, бүгінгі сабақ бәрімізге түсінікті болды ма? Иә. Бүгінгі сабағымызды аяқтай отырып, үйге тапсырма 104-ші беттегі 27-ші жаттығуды үйден орындап келеміз. Сан есімдерге сөздер берілген, солар бойынша сөйлем құраймыз. Үй тапсырмасы түсінікті ме? Иә. Күнделіктерімізге жазып аламыз. Сонымен бүгінгі сабағымыз аяқталды.